Сіз білесіз бе? Тарихта Испания корольдігінің Габсбург әулеті жақын туыстарына үйленгендіктен тұқымымен құрып кеткен деген ақпар бар. Егер ата-бабамыз заңмен шегелеп, санамызға дәстүрмен сіңірмегенде, тарих беттерінде біз жайлы да осындай ақпар қалар ме еді? Қайырлы таң көрермен, бүгін қан тазалығы, қыз алу, қыз беру тақырыбын қозғаймыз. Қазақта 7 атаға толмай қыз алыспау шарт. Бұл сонау 17 ғасырда Күлтөбенің басында қабылданған Тәуке ханның 7 жарғысында да бекітілген. Бірақ бұл тамыры тереңде жатқан ата-бабамыз ұстанған бұлжымайтын ереже. Қан тазалығын есептегенде өзі қазақтарына 7 ата деген нәрсе бұл шартты ұғым деп түсіну керек. Тек қана 7-ші ата өтіп, 8-ші атада үйленуге болады. Немесе 7-ші атадан кейін жаңағы тұқым қуалайтын ауру жоғалып кетеді дегенді айтпау керек. Ол шарт өлшем. Ол 12-ге дейін барады. Негізі 12 атадан кейін үйленуге жаңағы дәстүр құптайды. Көрдіңіз бе? 7 өлшемі деген шартты деп айтатынымыз сол. 7 атаға жетпей қосылғандарға теріс бата, тас ату, үстінен мал айдау, елден аластау, асаудың құйрығына тағу сынды жаза қолданған екен. Оған қалқаман мамыр сынды қазақтың ғашықтық жырлары дәлел. 7 атаға толмағандықтан оларға үйленуге шек қойылды. Ал заңға бағынбаған мамырды туыстары атып тастаған. Бұл қазақтың 7 ата қағидасының өте қатал заң еді. Себебі медицина деген ұғым енбеген кездің өзінде ата-бабамыз мұның ұрпақ саулығына зиян екенін білді. Медициналық генетикадан қарастыратын болсақ, бұндай туыстық некеде өте үлкен тұқым қуалайтын ауруларға алып келуі мүмкін. Тұқым қуалайтын ауруларға тоқталатын болсақ, ол жиі кездесетін талассемия ауруы. Бұндай ауруларда баланың клиникалық көрінісіне келетін болсақ, бұл құрсақшілік жаңағы оттегінің жеткіліксіздігінен құрсақшылық нәрестенің дамымай шетінеп кету болып табылады. Екінші жиі кездесетін аурулар бұл гемофилия, яғни бұл қанның құрамының қоюлығының белгілі бір факторлардың жетіспеушілігінен балада қандай көрініс табады. Кез келген бір жарақатты алатын болса, басқа сау балаға қарағанда бұл алған жарақаттан кететін қан өз күшімен тоқтамауы мүмкін. Сол себептен ол міндетті түрде медициналық көмекке жүгінуіне тура келіп табылады. Сондай-ақ өте жиі кездесетін біз ДЦП немесе церебральды жаңағы паралич, сал аурулар деп айтамыз. Бұл балада қалай көрініс табады? Қимыл қозғалыстардың шектелуімен, тіпті эпилепсиялық, яғни талма ауруларына дейін кіші дәреттің бұзылуымен, ақыл есінің кемістігімен көрініп жатады. Яғни тіпті үлкен мүгедектікке де жаңағы алып келуі мүмкін. Бұл дәстүр осындай ауруды тудыратын генетикалық өзгерістердің алдын алу үшін жасалған сақтық шарасы. Ұлт саулығы ұрпақ саулығынан басталатынын ұмытпағайсыз. Ал 7 атаға толмай қыз алмау дәстүрі ұрпақ саулығын сақтайтын алтын тірек.